Алтыншы сұрақ. Неге екі ерік бар? Ерік деген яғни воля. Неге екі ерік бар? Тағы да Лұқа жазған ізгі хабар 22:42-де былай дейді, жаңа өсет. Әке, егер қаласаң, осы тостағанды менен алып өт. Бірақ менің емес, сенің еркін болсын. Яғни, менің еркін болмай қойсын, сенің еркін болсын деді. Осы жерде екі ерік айтып тұр. Екі воля. Мен қалап тұрған жоқпын, бірақ Құдай қалап тұр. Жарайды, Құдай сен қалап тұрсың, мен мойынсынам деп отыр. Енді сұрақ. Бір тұлғада екі ерік болу логикаға сыя ма? Егер адамда осылай екі ерік болса, біз оны шизофреник деп айтатын едік. Иә. Исаға келсек, Иса ол жай ғана адам болған жоқ. Біз бағана ғана 100% Құдай болды дедіңіз. Иә. Иса ол 100% адам, 100% Құдай. Яғни Исада екі табиғат болды. Адами табиғат и құдайлық табиғат. Түсінесіз ғой? Иә. И табиғатта ерік бар. Табиғатта ерік бар? Иә. Қараңыз, Иса адам ретінде ода үнемі өзінің еркі болды. Не істеймін, тұрам, отырам, жеймін деген сияқты ерік. Сонда айтып отырсыз ғой? Иә. И Исада еще 100% Құдай болмысы бар, табиғаты. Қараңыз, и сол жерде біз именно нені көреміз? Біз Құдайдың әлсіздігін көрмейміз, біз именно адами әлсіздік көреміз. Гефсиман бағында. Сіз жаңа оқыған аят, ол Гефсиман бағында болған оқиғаны баяндайды. И сол жерде біз именно Исаның адами ретінде әлсіздігін көреміз. Исаға өте қиын болды. Құдайға еш нәрсе қиын емес. Бірақ Иса ол 100% адам. И 100% адам болған соң, ол жерде біз Исаның қиналғанын көреміз. И ол адам ретінде айтып жатыр. Осыны алып таста. Бірақ көп созбай Иса бірден өзі айтып жатыр. Бірақ сенің еркің болсын, менің емес. Сондықтан осы жерде біз Құдайда екі ерік бар дегенді айтып жатқан жоқпыз. Біз осы жерде айтып жатыр, что Иса 100% адам болған соң, осы жерде өзінің адами еркін айтып жатыр. Егер екі бөлек ерік болатын болса, онда бірлік жоғалады. Сондықтан сіз оны айтпай отырсыз. Күшті жауап беріп отырсыз негізі. Жақсы. Тағы да сұрақтар бар.